Hello everybody. Бүгін біз сіздермен кезекті топикті талқылаймыз. The magic tree. Сиқырлы ағаш. A long time ago, a little boy was walking through a park. Баяғыда, дейді, long time ago. A little boy, кішкентай бала, was walking, жүріп бара жатты, дейді. Through, арқылы, a park. Парк арқылы кішкентай бала жүріп бара жатты, дейді баяғыда. In the middle of the park, there was a tree with a sign on it. In the middle дегеніміз ортасында, of the park, парктың, there was, ол жерде болды, a tree, ағаш болды. With a sign on it. Тақтайшасымен дейді. Яғни знак болды дейді ағашта. The sign said, I'm a magic tree. Say the magic words and you will see. Тақтайшадағы жазу айтты дейді. Жазылып тұрды дейді. I'm a magic tree. Мен сиқырлы ағашпын. Say the magic words. Айт, say, the magic сиқырлы, words сөзді. And you will see. Және сен көресің дейді. Мен сиқырлы ағашпын. Сиқырлы сөз айт, және сен көресің не болатының, деп жазылып тұрды дейді. The boy tried to guess the magic words. The boy, бала, tried, тырысты, to guess, табуға, the magic words, сиқырлы сөздерді. Яғни бала сиқырлы сөздерді табуға тырысты дейді. He tried abracadabra, supercalifornia, tantara, and many more. But none of them worked. He all tried. Тырысты. Абракадабра, яғни ол абракадабра деп айтты. Супер деп бір нәрсе айтты. Тантара деп айтты. And many more. Және тағы да басқа да сөздерді айтты. But, бірақ, none of them worked. Бірақ еш қайсысы жұмыс жасамады дейді. Яғни еш қайсысы нәтиже бермеді дейді. Exhausted. He threw himself on the floor, saying, please, dear tree. And suddenly a big door opened in the trunk. Exhausted, шаршады. He threw himself, ол лақтырды өзін, on the floor, жерге, saying, айта отырып, please, өтініш, dear tree, қымбатты ағаш. And suddenly, және кенеттен, suddenly, a big door, үлкен есік, opened, ашылды, in the trunk. Ағаштың діңін айтады, бұтағын, дәу бұтағын. Яғни ағаштың діңгегінде үлкен есік ашылды. Inside everything was dark. Inside іші, everything бәрі was dark, қараңғы болды дейді. Except for a sign which said, carry on with your magic. Except дегеніміз осыдан басқасы деген мағынаны білдіреді. For a sign, тақтайшадан басқасының бәрі қараңғы болды дейді. Және ол тақтайшада жазылып тұр дейді. Carry on with your magic. Сиқырлығынды жалғастыр дейді. Then the boy said. Кейін, then the boy бала said, айтты. Thank you, dear tree. Рахмет, dear, қымбатты ағаш. With this, the inside of the tree lit up brightly and revealed a pathway
leading to a great big pile of toys and chocolate. Сонымен дейді, the inside of the tree, ағаштың іші дейді, inside іші of the tree, ағаштың, lit up brightly, жарық болды дейді. And revealed, ашылды дейді, revealed, a pathway leading, жол ашылды дейді, pathway, leading апаратын, to a great big pile of toys and chocolate. Көп деген жаңағы көп шоколадтар мен ойыншықтар үйіліп жиналған жолға апарды дейді. Little boy brought all his friends to the magic tree. The little boy, кішкентай бала, brought, әкелді дейді, я. All his friends, барлық өзінің достарын, all барлық өзінің достарын, to the magic tree, сиқырлы ағашқа алып келіпті. And they had the best party ever. Олар ең жақсы кешті өткізді. This is why people always say that please and thank you are the magic words. Сондықтан да адамдар әрқашанда айтатын болған өтініш және рахмет, олар сиқырлы сөздер.